Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Сөйлемесек болмады. Сыртын жаңалықтарын сіздерге айтамын деп, мен ішін жаңалығын естімей қалыппын. Естісем де мән бермегенмін ғой деймін. 1-2 күн бұрын Айдос Сырым деген депутат бар. Сол жайлы айтайын деп тұрмын өзімнің ойымды. Украина мен Ресейдің арасындағы қақтығыстар және де Қазақстанның Ресей арқылы өткен құбырын жарып кетті деген әңгімелер айтқан ғой. Мына Ресейдің қорғаныс министрі Белоусов айтыпты, Украинамен соғыс басталғалы бері кеткен шығын 11,1 триллион рубльға жетті депті. Мүмкін одан да көп, бірақ ресми түрде осылай айтыпты. Жақын күндері Axios порталының хабарлауы бойынша, осы жақын күндері Майамиде Зеленскийдің орынбасары Рустем Омаров, Украинаның басында отқан адамдар және де Ресейдің елшілері болып жолыға деген, және де Трамптың күйеу баласы, Трамптың өкілі де келеді деген ақпарат шығып жатыр. Еурода осы алдағы 2 жылда, 2 жыл болған 26-27 ғой, или 27-28 бекен, алдағы 2 жылға Украинаға Еуродақтың бастығы енді, атын ұмытып қалдым, бір кісі екен, сол айтты. Сол мен Фридрих Мерц айтты. Украинаны қолдау үшін 2 жылға 90 миллиард евро бөлеміз депті. 2 жылға 90 миллиард евро. Енді ол рубльға қанша болады екен, долларға қанша болады екен білмеймін енді. Бірақ долларға қарағанда, мен қате айтпасам, евро құндырақ. Доллармен салыстырғанда құнды. Жалпы сонда енді, не дейміз енді, Жасылбайдың машинасынан жел өтіп тұрсын астынан дейміз ба, не дейміз? Вообще әңгіме былай енді, Айдос Сарым мырза, Сарымбет орысша сөйлепті енді, оның біреуін түсінсек, біреуін түсінбеппіз. Бір ютубта, тиктокта бір енді үлкен кісілер енді, блогерлер екен мен сияқты, ел танитын, ел танымайтын. Сол келесі президент Айдос Сырым болады. Айдос батыр, Сырым батыр шауып келе жатып, Украинаны ұрып келе жатыр деген сияқты әңгімелерді айтыпты. Айдос Сырым сөйлеген екен, депутаттық мінберден деп айтайыншы, мінберден. Ол жерде енді Ресеймен өткен құбырды Украина жаруға негізі құқы жоқ еді, ол бізге шығын алып келді. Осы құбырды жарған кезде Қазақстанның ішінде қазақтарда қолдап қуанғандар бар, соларды емдетуіміз керек, болмаса соларды жазалауымыз керек дегендей айтыпты. Менен орысша онша білмеймін енді. Анау Айдос Сырымды мақтап айтып отқандардың сөзі сондай болып тұр. Мен енді орысшаға жоқпын. Бір 2 тарелка орысшамыз бар шығар енді. Көп сөйлей алмаймыз. 1 минут сөйлейтін шығар ары кетсек. Жалпы сөйтіп енді Украинаны кінәлапты. Енді мен айтамын да, енді мысалға Айдос Сарым мырза біздің YouTube каналды көрмейтін де шығар. Орысша сөйлепті, біріншіден орысша сөйлепті. Ол орысша сөйлепті, или Ресейдің Госдумында отырма. Өзі біледі қай тілде сөйлесті, бірақ оны Украинаға Украинаға кінәні артпайды. Егер шын мәнінде жаны ашып Қазақстанға, ойбай Қазақстан артқа кететін болды, мұнай өткізе алмай қалатын болдық деп кәдімгідей жаны ашса, онда бұндай әңгіме айтпайды. Ол кезде мынандай әңгіме айтатын еді. Ресейдің жағасына алатын еді. Ресей, біз сендермен келісімде отырған кезде біздің құбырды сендердің жерлеріңмен алып өтетін болып келіскенбіз. Оған біз қателеспесек арендада төлейтін шығар, мен білмейді екенмін. Бірақ сол құбырдан түскен пайданың 17% біздікі деп жазылып тұр. Бір жерлерде 9% деп жазылып тұр. Толық енді оны өздеріңіз зерттесеңіздер таба аласыздар. Украинаны емес, Ресейдің жағасынан алу керек, мысалы Ресейдің жағасынан алып. Мен енді Украина қорғанып отыр. Украинаға бірінші шапқан кім? Ойбай 3 күнде жаулап аламыз. Азанда не дейміз? Великий русский народ деп арнайы операцияны бастаймыз, кіреміз. Обедте Киевте тамақ ішеміз. 12-де Киевті баса аламыз. Одан кейін обед ішеміз, бүйтеміз. 8-де Гамзановтың концерті, 9-да отбой деп. Журналистер сөйтіп бастады ғой әңгіменің ашық, пропаганда болып. Тіл мәселесін көтерді, НАТО-ға кірмесін деген мәселені көтерді. Енді
Ресей шабуыл жасап енді Украина қорғанып отыр, дұрыс, қорғансын. Ресейдің жағасын алу керек. Біз сендерге құбырды өткізіп бердік. Біздің құбырды Ресей негізі ол құбырды өткізгенде де уәде беріп өткізген деп ойлаймын. Кез келген мемлекеттен өткізген кезде мемлекет дәрежесінде кепілдік береді. Сендердің құбырларыңа қандай жағдай болса да, қалай айтсам екен, кепілдік береміз деп. Мысалға айтайық та. Қалай айтсам екен. Ресейді қойшы дейік. Малшы деген, жылқышы ма, сиыршы ма. Мысалға біздің тілмен айтқандарына. Енді біз мал шаруашылығымен айналысқан халықпыз ғой, мысалға енді көшіп қонып жүреміз. Украинаны қасқыр дейік. Біз сол қойшыға малымызды берген адам дейік. Енді қойшыға бересің ғой, біздің ауылда да, кез келген ауылда береді ғой. Малыңды бересің жайлауға шығарған кезде. Айына мысалға бір сиырыма саған 1000 теңгеден берем, бірақ ол қашатын болсын. Енді өгіз болады ғой, қашсын, және де туған кезде аман есен болатын болсын, мен тағы да одан кейін бұзауыма да төлеймін деп. Ол малшымен келісесің. Малшы Ресей дейік. Біз мал берушіміз. Украина қасқыр. Сонымен Ресей қарамай қойды малға. Қалай айтсам екен. Енді шарбағын жаппай, көршілерге тыныштық бермей, қасқырларға шабуыл жасап, атып, жай жатқан тыныш тұрған бүркіттің көтін үркіттің дейді ғой. Болмашы бүркіт дейікші. Бүркіт жоғарыда кетіп жатқанда қайта атып, сен жоғары ұша бердің, жерге түстеп атып, ең соңында сол бүркіт айланып келіп, малды көтеріп кетті да. Ол үшін сен бүркіттен сұрамайсың ғой. Бүркіт, сен неғып көтеріп кеттің оны? Біз малшыға ақша төлеп жатыр едік қой деп айтпайсың ғой. Ол кезде малшыға барып айтасың, біз саған 1000 теңгеден төлеп жатырмыз. Ай сайын қалдырмай беріп жатырмыз, қалдырып жатсақ, мейлі, кәні біздің малымыз деп сұрау керек қой. Мысалға Ресейден, Ресей, сен арнайы операцияны бастап алдың, 3 күнде бітірем дедің, бірақ бітіре алмай жатсың, келісімге келейік десе, онша келе алмай жатсың. Қанша соғысасың өзің біл, тағы 10 жыл соғысасың ба, 20 жыл соғысасың ба, бірақ мына біздің құбырымызға сен кепілдік берген едің. Болмаса сол шығынның орнын сен толтыр. Бізге қалай айтсам екен, сол жарылып кеткен үшін бізге компенсация төле, бізге ақша төле, миллиардтар төле, біз оны қайтып құруымыз керек, күндегі пайдадан қағылып жатырмыз деген жақтан айтып жүреді да. Айдаладағы Украина өзін қорғап жатыр, зымыран кеп түсіп жатыр, Украинаға барып зымыран түсіп жатыр деген сияқты ғой. Ресейдің жағасын алу керек негізі. Қазақстанның бюджеті бүтіп қалды, бүйтіп қалды, артқа кетіп барадырақ деген әңгіме болып жатыр ғой енді. Қазақстан бюджетіне де зиян келеді ғой. Шын жаны ашыса, қазақша сөйлеп сол жерде. Ресей Федерациясы, тағы кім сыртқы істер министрі, олар кім ғой? Лавровқа НАТО жолдаңдар. Не мынау? Өздерің арнайы операцияны бастап алдыңдар. Тышпайым деген бұлан қинама деген. Сендер Украинаны тыштырам деген едіңдер. Енді сендерді тыштыртып жатыр. Жалпы сол енді. Украинада нелерің бар айналайын. Украина өз жерін қорғап жатыр. Енді Украинаға болысқан адамдарды жазалау керек, же болмаса емдеу керек депті. Және де адамдық құқық жөнінде айтыпты. Сол айтқан адам құқықтыққа салатын болсаң, сол Украинаны қолдаған адамдардың, және де Украина дұрыс жарсын деген адамдардың құқығын таптап тұр деген сөз. Өзі білет, біреу Ресейге болысып отыр, біреу Украинаға болысып отыр. Біреу енді Ресейдің жерінде, Қазақстан жеріне кеп жарып отқан жоқ қой, дұрыс па? Қазақстан жеріне кеп әдейілеп Украина жарса, ол кезде онда шулауға болады. Сен нең бар айналайын, біз алыста жатырмыз. Біздің жарты халық саған болысып жатыр, жарты халық болыспай жатыр. Сен кетіп жарғаның не болды енді мынау? Біздің шекараға кіріп жарғаның. Деп біздің шекараға кіріп жарса мейлі екен Украина. О, Ресейдің аумағында жарылған. Не деймін енді? Білмеймін. Келесі президент кім еді? Айдос Сарымбет. Сол болады деп біраз адам сөйлеп жатыр екен айналайындар.
қойсаңдаршы. Келесі президент кім болатынын Құдай біледі, және халық шешеді. Халық. Қырғызстанда түрмеде отырған адамды қырғыз халқы түрмеден ақ үйге бірақ кіргізді. Қазақ халқы да өзінің таңдауын жасайды, Құдай қаласа. Енді ол кезде халық шешеді. Кімді әкеліп қояды? Тоқаевты қайтып отыр дей ма? Же болмаса, ойбай Айдос Сарым сен отыр, сен ойбай сен жақсы сөйлейді екенсің дей ма? Же болмаса тағы мүмкін сізді айтады. Сен де негізі жақсы сөйлейді екенсің сен. Болмаса Ардақ Назарбаев айтады, болмаса Нартай Аралбайұлы айтады. Же болмаса сыртта жүрген қазақтар бар ғой енді, оппозиция деп жүрген. Аты кім еді? Мұхтар Әбіләзов қайта ма? Сен премьер бар, ойбай сен қайта айтып жатсың, келсем үйтем деп. Же болмаса сыртта жүрген тағы да Сергей Біләш ағамыз қайта ма? Же болмаса Бектенов қайта ма? Сен тыныш жүреді екенсің, тыныш жүріп іс тындырып жатқан сияқтысың. Же болмаса просто тыныш жүрсің ба? Сен президент болып көр енді дей ма? Білмеймін енді. Халық шешеді, халық шешеді. Құдай қалса сол күнге жетейік, халық шешетін күнге жетейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ешқандай елге соғыс тілемейміз, бірақ Украина өзінің жерін қорғап жатыр. Өзінің миымен ойланған адам енді оны түсінеді. Мысалға пропаганда, сырттан келген жаңалықтарға тойып алған адамдар енді түсіну өте қиын. Жақсы сол. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Егер Ресейден өткен құбырларымызға қауіптеніп, ойбай қауіптеніп жарылып жатыр десе, онда Ресеймен атқұйрықты үзіп, Каспий арқылы Азербайжан Армениядан, одан арыға Түркия, тағындай Грузиядан өткізу керек та. Болды, ол жақта ешқандай соғыс жоқ. Армения мен Азербайжанды кім еді аты? Трамп келісіріп қойды. Екен құшақтасып, беттерін сүйгізіп. Енді төбелессіңдер, көресіңдер. Сендердің орталарыңа отты кім салып келген деген еді. Білмеймін, біз балалықпен төбелестік па, же болмаса ағаларымыз шағыстырды ма деп екеуі құшақтасып, беттерін сүйісіп, бір бұғазын Америкаға 99 жылға Армения арендаға беріп, сонымен қайтты. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, байланыстамыз.